Қайырлы күн достар, бүгін біз сүзбемен сочник дайындайтын боламыз. Ең алдымен 125 грамм сары майға 2-3 қасық қант салып, және 2 қасық қаймақты салып араластырып алатын боламыз. Әрі қарай бір жұмыртқа салып аламыз, және де електен өткізілген 300 грамм ұнды қосатын боламыз. Ұнды қосып жатқаннан кейін жартысына келген кезде бір шай қасық қопсытқышты қосып, барлығын араластырып алатын боламыз. Достар, менің каналыма тіркеліп, лайк басып кетулеріңізді сұраймын. Және де күнделікті болмаса да апта сайын менде жаңадан рецепттер шығып тұрады. Міне осындай қолымызға жабыспайтын қамыр болу қажет. Әрі қарай біз салмасын дайындайтын боламыз. Ең алдымен тағы да қаймақ салып аламыз. 1-2 қасық қаймақ, және де сүзбемізді салып аламыз, және 2-3 қасық қантымызды салып алатын боламыз, және жұмыртқаның сарысын салып аламыз. Осылай қасықпен міндетті түрде қайта-қайта араластырып алатын боламыз, және міне салмасы дайын бізде. Бағана морозилкаға 10 минутқа салып қойған қамырымды алып, салмағын бірдей етіп, 40 пен өлшеп, әрі қарай осылай барлығын бірдей етіп, бірінші дайындап қойдым. Сіздер де өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша салмағын өзгертсеңіздер болады. Әрі қарай қамырымызды жайып алып, салмасын ортасына салып, тек жиектерін ғана басып қоятын боламыз. Сосын барлығы дайын болғаннан кейін жұмыртқаның сарысын жағып, бетіне 180 градуста пешке 30 минутқа қойып қоятын боламыз. Пешімізді міндетті түрде қарап отыратын болыңыздар, өйткені қатты қызарып кетуі де мүмкін. Достар, міндетті түрде маған тіркеліп кетіңіздер, жаңадан видеолар шығаратын боламын. Сіздер маған жаңағы өздеріңіздің лайк пен комментарий жазғандарыңызға үлкен шабыт бересіздер. Міне біздің осындай сочниктеріміз дайын болды. Өте керемет болды. Дәмі де өте ерекше болды. Сіздер де демалыс күндері болмаса үйде отырсаңыздар, балаларыңызға дайындап берсеңіздер, өте таптырмас жаңағы тәттілердің бірі. Дайындап көріңіздер. Осымен біздің сочнигіміз дайын болды. Сау болыңыздар. Келесі аптада көріскенше.